Туған жердің түтінін сағындым. Ақтөбе облысындағы Құрмансай ауылына қайтадан көшіп келушілер көбейген. Олардың бірі тіпті Германиядан оралған. Андрей Шулдайс елде қалған достарымды жусан иісін сағындым дейді. Андрейден бөлек ауылда бұрын тұрмаса да осында келіп мал шаруашылығымен айналысуға ниет еткендер де баршылық. Андрей Шульдайс 2000 жылдары отбасымен бірге Германияға қоныс аударыпты. Ол жақта 10 жылдай тұрып туған жеріне қайта оралды. Бала шағасы Европада қалған. Олармен жиі хабарласып тұрады. Өзі мал өсіріп, бақша салады. Жасы 70-ке тақаса да қайраты қайтпаған. Зейнеткер енді туған жерімнен еш қайда кетпеймін дейді. Родился здесь, привык здесь. Осында тудым, еңбек еттім. Кезінде Германияға көшкім келмей, бала шағам үшін ғана барған едім. Алайда Қазақстанымды, осы жақтағы достарымды, жусан иісін сағындым. Бұл жақта маған бәрі ыстық, әсіресе ауыл адамдарының бауырмашылық қасиеті. Бауырларым мен қызым осы жерге жерленген. Туған жерден жырақта өмір сүре алмайтыныма көзім жетті. Амансұлу Төлеуқызы 35 жыл бойы Ақтөбе қаласында тұрған. Алайда зейнетке шыққан соң үлкен шаһардан шағын ауылға келді. Елді мекеннен үй сатып алып, 3 жылдан бері осында өмір сүріп жатыр. Азын-аулақ мал асырап, оның өнімін сатады. Оның бұл шешімін балалары да қолдай кеткен. 25 жыл бұйырса газ болады деп жатыр, біздің ауылға келеді деп жатыр. Пенсия шыққаннан кейін осы жаққа мал ұстауға, шамалы қаладан ем алуға, жасаруға. Жұмыс істесең жашарасың. Мәртөк ауданына қарасты бұл елді мекенде соңғы жылдары 10 отбасы көшіп келді. Әлі де келем деушілер көп. Ауыл басшысының айтуынша елді мекенде әлі де бос үйлер баршылық. Ақтөбе қаласынан келеміз деп отыр. Ақтау жақтан көшіп келгендері бар ауылымызға деген. Осы шаруа қожалықпен, қой шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Ауылдық округтың 95% тұрғындардың орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған. Қазіргі таңда көктем мезгілінде мына Черемушка жаңағы Құрмансай ауылының бір көшесіне су өткізу жоспарлап отырмыз. Ауылдық округте 31 шаруа қожалығы бар. Оларға 17 малшы мен механизаторлар қажет. Яғни мұнда келемдеушілерге жұмыста табылады. Мира Исатай, Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.